Астрономдар қара құрдымның алғашқы суретін түсірді. Астрономдар қатты қызған газ бен тозаңнан тұратын алаулаған диск фонындағы қараңғы дақ түріндегі супермассивті қара құрдымның көлеңкесін суретке түсіріп алды. Қара құрдымның көлеңкесі кішкентай, бақылауға қиын болғандықтан бұл бұрын қолжетпес ерлік болып саналатын. Ғалымдар әлемнің әр түкпірінде аяқ баспас оқшауланған жерлерде орналасқан 8 телескопты біріктіріп, жер шарының үлкендігіндей оқиғалар көкжиегі телескопын жасады. Теңдесі жоқ бұл жетістік қара құрдымдарды зерттеудің жаңа дәуірін ашады.